Қымбатты, құрметті менің оқырмандарым. Биыл біз Мұқағали Мақатаевтың мұзбалақ ақын, ақиық ақын 95 жылдығын кеңінен атап өтіп жатырмыз. Осы орайда көпшілік жерге барамыз, бір жиындарға барамыз. Сол кезде бірнеше рет асабалардың жаңа келген қонақтар өлең оқиды. Сол кезде оқыған өлеңіне бір үзінді айтайын. Махамбет пен Исатай тірі екен әлі, тірі екен деген. Құптай шегініске айтайын. Бұл жерде бір түзейтін қателікті түзейтін жерлері бар. Өйткені бұл уақиғаның 80 сеңгірден шыққан қазір Орал қаласының тұрғыны ағамыз себеп төлегеннен мен жазып алғанмын, естігенмін. 1968 жылы біздің Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданына Хамит Ерғалиев, Бертай Аманшин, Мұқағали Мақатаевтар ауыл тұрғындарымен, оқырмандарымен кездесуге келеді. Енді өздеріңіз білесіздер, ел арасында үлкен сөз бар, кеңінен тараған. Қаратөбелер әншінің деме деген. Оның түбінде 300-ге ән өздірған Мұхит Мералыұлы, Ғарифолла Құрманғалиев, Ескендір Хасанғалиев, Мұхамедияр Нысанов, осындай кең тұлғалы әнші, композиторлар дүниеге келген Қаратөбенің киелі топырағынан. Осы келген қонақтарды Жұрмағамбетов Сәрсен деген ағамыз, Шөптігі совхозының директоры, Мантай деген көлдің қасына апарып, демалыс қонақ жайларын көрсетіп жатыр. Осы кезде 1914 жылы туған Сағын деген атамыз келіп, Бертай Аманшинға ағайын тума болып береді. Елдің шетіне келіп тұрып, осы жерде жібергенім болмас, маған қонаққа жүрдіп, Саралжынға қонаққа шақырды. Бұл Саралжынға қонаққа шақырып, Сағын ағамыздың сөзін берге тастамай, ертеңінде Саралжынға қонаққа барады. Сол тұста Саралжын совхозының директоры болып, жаңа себеп төлеген ағамыз бара жатқан кезі бар. Қонақтар дегенде біздің жақта Қаратөбеде қонақты құда берсе де, құдайындай сыйлап, бір үйден аттандырмай, өзінің шаңырағынан және де көршілер келген қонақ сұрап алатын біздің Қаратөбенің ең бір дарқан қонақ жайлығы бар. Осындай қонақ жайлық дастарханның басында мына Керейіп Ғапар деген ағамыз совхоздың сол кездегі директор шаруашылық жөніндегі орынбасары, мықты әнші, домбырамен Мұхиттың әндерін көп орындап, Мұхиттың әндерін орындайды. Сол кезде қасында бірге жүрген жаңағы қонақтарды күтіп жүрген ел ағалары бар ғой, соның ішіндегі Амантай Сүлеймен, үлкен денелі тұлға, былай қарағанда батырлардың келбетін сомдайтын тұлға болып көрінеді. Осы орайда қонақтықта отырған жерде Хамит Ерғалиев төлеген себепке қарап, ағайға, төке, біз енді 300-ден ән өздірған Мұхиттың еліне келіп отырмыз ғой. Ақбақайға апарып Мұқағалиға көрсетейік, Ақбақайды көрсетейік, құран бағыштайық дегенде, төкең енді бұл сөз тапқыш, өзі сондай азамат, бәрінің үйлестіріп қойған, көлік дайын тұр деп бәрі қонақтарды алып шығып, Ақбақайға алып келеді. Бұл бір дала симфониясы ойнап жатқандай, бұл ерекше кез. Қалдығайты өзені, Жақсыбай өзендер таласып, айнала гүл, құстар, аққу құстардың сондай бір тамылжытып, жақсы бір көріністік сәттер болса керек. Енді Мұхиттың Мералының бейітінің басына келіп, сол жерде Хамит Ерғалиев ағамыз құран бағыштайды ескіше. Содан келіп тұрғаннан кейін қастанда жаңағы екі ағай тұрады. Бұл жаңағы Амантай Сүлейменов пен Керейіп Ғапарға қарап тұрып,
Сонда Мұқағали айтты дейді, Сарыаржын деген ел екен, Ақбақай деген көл екен, айнала толы гүл екен, аялап ата мекенін қызғыштар қорып жүр екен, салттарда дүр екен, жігіттерде ірі екен, Махамбет пен мұхиттар тірі екен, әлі тірі екен деп, сонда жаңағы мұхит пен Махамбетке теңеген осы ағаларымыз екен.